сіздер мен құрметті оқушылар. Оқулықтың 123 бетін ашып, жаңа тақырыпты жазайық. 2 нүктенің ара қашықтығы. Сабақтың мақсаты координаталық жазықтықта кез келген жатқан 2 нүктенің ара қашықтығын табатын формуласымен танысып, оны есептер шығаруда қолдану. Координаталық жазықтықта берілген 2 нүктенің ара қашықтығын табу формуласымен танысайық. Ол үшін 2 осьтен тұратын координаталық жазықтық сызамыз. X осін басқаша біз абсцисса деп атаймыз. Y осін басқаша ордината және 2 ось қиылысқан нүктені координата басы болып табылады. Осы жазықтықтан нүкте белгілейік. 2 нүкте, біреуі А, екіншісі Б. А нүктесінің абсциссасы, яғни X мәні X1, ординатасы Y1. Б нүктесінің абсциссасы X2, ординатасы Y2 деп қарастырайық. Және де А, Б нүктесін қоссақ, бізде осындай кесінді шығады. Осы кесіндінің ұзындығын табатын формуласын қарастырайық. Формуласы АБ тең болады X2 азайту X1-дің квадраты плюс Y2 азайту Y1-дің квадраты, осының барлығы түбірдің астында. Осы формуланы біз есептер шығаруда қолданып көрейік. Бірінші мысал. Координаталық жазықтықта 2 нүкте белгілі болсын. А нүктесінің координатасы және Б нүктесінің координатасы. А-нікі минус 1 және 1. Б-ның координатасы 3-те 4. АБ кесіндісінің ұзындығын табайық. Алдындағы формуланы қолданып көрейік АБ-ны табу үшін. АБ тең болады түбірдің астында 3 азайту минус 1-дің квадраты қосу 4 азайту 1. Мұндағы 3 пен минус 1 олар А нүктесінің және Б нүктесінің абсциссалары. 4 және 1 А мен Б нүктелердің ординаталары болып табылады. Яғни Y2 азайту Y1. Формулаға қойғаннан кейін арифметикалық есептеулерді жүргізейік. Бірінші жақшаның ішінде 2 минус плюске айналады. 3-ті 1-ге қоссақ 4, 4-дің квадраты 16. Екінші жақша 4 азайту 1, 3, 3-дің квадраты 9. Бұл 2 санды қоссақ 25, ал оның квадрат түбірі 5-ке тең. Жауабы АБ тең болады 5-ке. Осы мысалды қолданып, өздік жұмысын орындайық. Оқулық бойынша 125-ші беттегі номер 1, номер 7.